Қайырлы күн, қарапайым деңгей 56-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы өнер иелері. Грамматикалық тақырыбы шақ формалары. Ережемен танысыңыз. Осы шақ сөйлеп тұрған кезде болып жатқан іс-қимылды білдіреді. Мысалы, отырмын, жүрмін. Келер шақ сөйлеп тұрған уақыттан кейінгі болатын іс-әрекетті білдіреді. Барамын, қараймын, келемін. Өткен шақ етістікке д жұрнағының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, ол келді, барды. Өз жоспарыңыз туралы үш шақта ақпарат беріңіз. Мысалы, мен кеше келдім, себебі ерте басталады. Жаңа сөздермен танысыңыз. Көрме, сипаттау, ойлап табу, көркем фильм, тарихи фильм, деректі фильм. Атау, басты рөл, ұзақтығы, мазмұны. Дәстүр, сезім, қайғыру, қуану, жаны ашу, ақын бейнесі, рөл сомдау, қазіргі қоғам, аймақ. Берілген сөздерден сөз тіркесін құрыңыз. Көрме, көрме жасау. Берілген сілтемеге кіріп, тапсырмаларды орындаңыз. Назарларыңызға рахмет.